Армысыздар, бауырлар. Бүгін қазақтың өмірлік дін діңгегі түп тамыры Тәңір діні жайында сөзді әрі қарай жалғастырамын. Қазақта өмір және өлім деген мағынасы бір-біріне қарама-қайшы келетін екі сөз бар. Екі ұғым, екі түсінік бар. Сол өмір мен өлім жайында қазақтың Тәңір діні не айтады, арабтың ислам сенімі не айтады? Соған қысқаша ғана тоқталамын. Арабтың ислам сенімінде өмір фани, яғни қазақшалағанда жалған деген сөз. Өмір жалған, алдамшы. Ал қазақтың Тәңір дінінде өмір жарық деп айтады. Яғни өмірді мадақтайды. Әнге қосады, жырға, күйге, өлеңге қосады. Жалпы қазақтың өмірі думанмен өтеді. Енді өлім жайында. Арабтың ислам сенімінде өлімді бахи деп айтады. Яғни қазақшалағанда мәңгілік деген сөз. Яғни өлімді мадақтайды. Ал қазақтың Тәңір дінінде өлімді жұмбақтайды. Оны сәт дейді, тылсым дейді. Аруақ боп өмірге енесің, аруақ боп өмірден қайтасың дейді. Дәл осы жерде өмір мен өлім жайындағы қазақтың тәңірлік түсінігі мен арабтың сенімі екіге қайырылады. Сонымен тәңірлік түсінік бойынша өмір ол жарық дүние, өлім ол сәт, ал тылсым ол ғұмыр. Қысқаша ғана екі халықтың өмір мен өлім жайындағы дүниетанымы осы. Бұл ең басты айырмашылығы. Келесі видеомда жеті нан пісірген кезде қалай қазақша құран бағыштауға болады, сол жайында айтамын. Бүгінше осы. Көріскенше күн нұрлы болсын.